әр оқушыға әртүрлі болуы мүмкін. Яғни жеке болуы мүмкін, әрбір мұғалім, әрбір оқушыға сәйкес жасалуы мүмкін ол тапсырманың күрделілігі. Немесе бүкіл сынып, немесе бүкіл параллельдер бойынша орташа бір деңгей бойынша жасауға болады бұндай тапсырмаларды. Бұл жерде Блум таксономиясы қолданылады. Вебтің білім тереңдігінің дөңгелегі және Хесстің когнитивтік матрицасы қолданылады. Мына жерде мынау жеке құжат. Ол жабылып қапты мына жерде. Қазір ашамыз. Мен оны аудардым. Сіздер үшін міне инструментарий 11 парақтан тұратын құжат. Бұл материалдарды сіз қолдана аласыздар. Егер осы модель бойынша жұмыс істегілеріңіз келсе және дамығыларыңыз келсе, онда қосымша рубрикалар бар, өз-өзіңді талдау үшін де мүмкіндіктер бар. Бұл туралы көп айта бермеймін, мына құжатты көрсеттім, сіздерге жіберіледі, өздеріңіз қарауларыңызға болады. Мұндай презентацияда сіздер осы қателіктер туралы айтамыз. Яғни бұл жерде мектептер басында бұндай күрделі нәрселерден бас тартуға тырысады. Яғни кішкене керісінше жеңілдетейік ондай тапсырмаларды деп айтатын. Бірақ егер сіз мектепте оқушыларға сол өздері жасай алатын ғана тапсырмалар, немесе одан төмен деңгейдегі тапсырмаларды ғана берсеңіздер, әрине оқушыларды алға жылжу болмайды ешқандай. Барлықтарыңызға белгілі бір нәрсе, ол таксономия, Блум таксономиясы. Блум таксономиясын барлығымыз білеміз, бірақ Блум таксономиясынан басқа білім тереңдігінің схемасы бар веб бойынша. Бұл құжатта қандай сұрақтар, қандай білім тереңдігіне сәйкес келеді, соны көрсетеді. Өте керемет мұғалім бар, Хесс атты. Ол Хесс ақштан өте жақсы мұғалім. Ол тігінен Блум таксономиясын, ал көлденеңнен осы жаңағы білім тереңдігін жасаған. Блум бойынша 2 кезек вебтің бірінші деңгейіне сәйкес келеді. Егер оқушы мынаны жасай алатын болса, және онда осы екінші деңгейдегі сұрақтарды, тапсырмаларды орындатуға болады. Содан кейін оны жасай алған кезде келесі деңгейге өтуге болады. Яғни Блум таксономиясы бойынша жоғарыға қарай шыға береміз. Бұл инструменттің несімен, нәтижелі, несімен ыңғайлы. Мысалы, 7-ші сыныптағы оқушы физикада, мысалы, олар анықта деген сұрақтарға жауап бере алмайды, салыстыр деген тапсырмаларды орындай алмайды. Яғни 7-ші сыныптағы менің оқушыларым мына деңгейде деген сөз. Яғни олар үшін күрделі, алға қарай оларды жылжытатын тапсырма қай деңгейде болады? Мына деңгейде болады. Бұл матрица маған мұғалім осы оқушыларға сабақ үстінде қандай алға қарай жылжытатын тапсырманы беру керек. Яғни формуланы жаза алмайтын балаға талдау сұрақтарын берудің не қажеті бар? Өйткені ол деңгейге әлі өткен жоқ, білмейді. Біз формативтік бағалауды жасадық, яғни суммативті бағалауды жасадық, болды, сен жасай алмадың дей саламыз. Менің ойымша, әр оқушыға белгілі бір прогресске қол жеткізуге мүмкіндік беру керек. Жай ғана біз мынадай жүйеде жұмыс істейміз, болды, сен қолыңнан келмейді екен деп жасау дұрыс емес. Келесі бөлім, ол оқу бөлімдері. Бұны директор, яғни мұғалімдер көбінесе басқарады ғой, бірақ директор әрине міндетті түрде бұны басқару керек. Бұл жерде ол не істеу керек? Жоспарлау үшін уақытша шекараларды нақты анықтау керек және стандартты шаблондар жасау керек. Бөлімдер үшін және қысқа мерзімді жоспарлар үшін бөлімдерді жоспарлауға байланысты тиімді подходтарды, тиімді мәселелерді қарастыру. Яғни біздің КТП дұрыс екенін біз қайдан білеміз?
бізге осылай берді деп айтамыз көбінесе, бірақ сізге берілген нәрсенің барлығы тиімді бола ма сіз үшін? Кейбір мысалы мектептерде мұғалімдер жетіспеуі мүмкін, тағы басқа да. Яғни директор ретінде мен барлығын қайта қарап, өзімнің мектебінің талаптарына, қажеттіліктеріне сәйкестендіріп отыруым керек. Әрине, сіз сол үшін жазалануыңыз да мүмкін, бірақ та енді сіз оқушылар үшін жұмыс істейсіз бе, жоқ па? Енді оқушылар сізге қажетсіз болса, онда әрине, онда мені тыңдамауыңызға да болады. Рымкевич ол өте керемет тапсырмалары бар, мен де соларды жасағам, бірақ ол жаңартылған мазмұнға сәйкес келмейді. Яғни, әрине, кәсіби маман мұғалім, оның барлығын біледі. Біз директор ретінде мұғалім осы уақытқа сәйкес заманауи ресурсты қолданатынына көз жеткізуім керек. Яғни, менің мұғалімім Рымкевичпен дайындаған, сондықтан мұғалім, оның оқушылары, яғни емтиханда өте төмен баға алған. Ол да дұрыс емес. Яғни материалдар дизайнын жасау және оны өте маңызды мәселе. Ол бірден келетін нәрсе емес. Міндетті түрде осы мұғалімдерді осындай курстарға жіберсеңіздер, олар бүкіл мектепке көмектеседі. Біздің мектепте мынадай мәселе бар. Біз спецификацияны өзгертуді қорқамыз, яғни интернетте берілген, ұсынылған дайын нәрсені қолданамыз. Директор бұл жерде енді мұғалімдер дайындалған. Сонымен келесі сұрақ, ол жоғары мектеп 21-ші ғасыр дағдыларын қолдайтын курстарды ұсыну және емтихандарға дайындау. Жоғары мектеп дегеніміз ол жеке кейс, мен оларды ештеңкеге тартпайтын, КВН сияқты нәрселерге мысалы қоспауға тырысамын. Біз бірақ мұғалім ретінде олар тек қана ұбт-ға дайындаумен ғана шектелмеуіміз керек. 21-ші ғасыр дағдыларын да қалыптастыруымыз керек. Өйткені сіздің түлегіңіз коммуникация, тағы басқа дағдыларға ғана ие болса ғана жұмыс таба алады. Шаблон бойынша ғана жұмыс істемейміз. Яғни 21-ші ғасыр дағдыларын ұмытпаймыз. Қазір еңбек нарқында бұл дағдылар өте көп сұранысқа ие. Барлығымыз білеміз, бірақ та көп бағалай бермейміз. Бірақ менің ойымша, менің тәжірибеме сүйенетін болсам, коммуникациясы, эмпатиясы, техникалық тұрғыдан көп нәрсені білетін адам жұмысшы ретінде өте керемет адам деп ойлаймын. Мен үшін, мен соны жұмысқа алар едім. Дәл солай. Екінші кезең, мына жерде сол жағында көріп отырсыздар, қызылмен белгіленген. Біз оқу бөлімдер туралы айтып жатырмын. Бұл жерде дифференциация және формативтік бағалауы бар жағынан қарастыруымыз керек. Және бұл жерде осы талаптарға сәйкес жұмыс жасау керек, стандарттарға сәйкес. Не себепті біз мұғалімдердің лидерлігін, яғни көшбасшылығын дамытуымыз керек. Егер сіз тек қана операциялық директор ғана емес, сонымен қатар оқу процесінде басқаратын директор болсаңыз, әрине, ол өте үлкен жауапкершілік. Және сіз сол жауапкершілікті бөлсе білсеңіз, әрине, әлдеқайда сіздің жұмысыңыз жеңілірек болады. Және стандарттарға және университеттер талаптарына сәйкес жұмысты мұғалімдерде басқару. Бұл жерде әрине бұны қарау керек. Сіздер Сулейман Демирел сияқты көп сұранысқа ие университеттердің талаптары қандай? Яғни SAT және біздің бағдарламамызды сәйкестендіріп көрдіңіздер ме? Салыстырып көрдіңіздер ме? Мысалы, ұбт-ның орнына олар басқа емтихан тапсыруы мүмкін ғой. Біздің бағдарламамызда ол қаншалықты орын тапты? Яғни
университет біздің түлектерде нені көргісі келеді? Барлық мұғалімдер оны қалай қолданатын білу керек. Алдында көрсетілген матрицаны естеріңізде ме? Бұл мектепте, яғни сіздер мұғалім ретінде өзіңіздің жұмысыңызды, директор ретінде өз жұмысыңызды сол матрицаға сәйкес жұмыс істесеңіздер, сіздің мектебіңіздегі әрбір мұғалім сол матрицаны пайдалана білу керек. Әрине оған көп уақыт кетеді, бірақ бір жыл соған арнап біраз уақыт бөлсеңіздер, одан үлкен нәтиже көресіздер. Ары қарай бағдарламаның әр бөлімі қажетті ресурстармен қамтылғанына көз жеткізу керек. Яғни бірінші оқушы қажеттіліктері, оқушының қажеттіліктері әртүрлі болуы мүмкін. Біреу химбиолог бағытына кеткісі келеді, біреу басқа жағына кеткісі келеді деген сияқты. Біздің бағдарламамыз, біздің жасайтын бағдарламамыз, біздің мәнмәтінде ол әрине Джордж пен Майкл дүкенге кетті деген сияқты. Яғни бұл жерде болмау керек, ол мәдени ерекшеліктер ескерілу керек. Тапсырмалар жасалған кезде, сандық тұрғыдан да алған кезде, мысалы Қазақстандағы нақты мәселелерді қарастыруға болады. Бурабайдан Астанаға дейін қашықтық осындай деген сияқты. Жапонияда тапсырмалар, олар міндетті түрде қай өңірде тұрады, сол өңірге байланысты жасалады. Яғни дүкеннің аттары, әртүрлі қала, ауылдардың аттары, немесе жай ғана жалпылама машина А пунктінен Б пунктіне өтті дегеннің орнына. Келесі, барлық оқу материалдары жоғары деңгейде жасалған, яғни күрделі және оқушылардан олардың білімін қолдануын қажет етеді. Соған итермелейтін байқалу керек. Сол, яғни, мысалы, Арсенге байланысты. Мұғалімдерді де соны қарау керек. Мұғалім матрицаны алады, яғни соңғы бағалау нәтижелері бойынша бұл матрицаның осындай деңгейіндеміз, мен осы келесі деңгейдің тапсырмаларын қолдану. Қазір маған WhatsApp-қа жазудың қажеті жоқ, менеджерлерге жазыңыздар. Яғни бұл жерде мұғалімдер пән аралық байланыстарды анықтауға қатысады белсенді түрде. Яғни осы жүйені жасағаннан кейін пән аралық байланыстар, солар ескерілу керек. Жаңалықтар, соңғы технологиялар білім беру аясына. Яғни, мысал, мен физик мұғалімім ғой, сондықтан Попов радиосы туралы айту 21 ғасырда жақсы ма? Мысалы, біз тіпті ешкім радионы тыңдамайды ғой. Бұл жерде енді Илон Маск туралы айту керек шығар. Мен сұрақтарды атап өтейін, сіздер өздеріңізге бұл сұрақтарды қоя аласыздар. Бөлімнің оқу мақсаттары, яғни қорытынды оқу мақсаттары қандай, контент, когнитивтік жағынан, танымдық жағынан қаншалықты күрделі. Әрине, қателіктер болуы мүмкін. Мұғалімдер қаншалықты жоспарлау процесін толығымен түгейлі түсінгеннің өзінде, оқушылар да соны түсіну керек. Оқушыларды ұмытпаңыздар. Оқушыларға сол мақсаттарды дұрыс жеткізуді ұмытпаңыздар. Яғни, сіздер шетелде оқуға түсу тәжірибелеріңіз болса, енді ол көбінесе алдын ала жасалады, алдын ала үйретіледі. Сіздерге қандай ресурс көмектеседі? Бізге олған көп уақыт бөлмейді ғой. Басында ғана айтады, сіздің мақсатыңыз осындай дейді, болды сонымен. Сіз сабақты қалай жоспарлау керексіздер? Яғни барлығын сол жоспарлаған кезде міндетті түрде сол нәрсені ескеру керексіз, яғни вызовты ескеру керексіздер. Paint-қа ауысайын. Мына жерде тағы бір нәрсені сіздерге көрсеткім келіп тұр. Сіздер, директорлар, бұны ескеру керексіздер. Біз тігінен кейбір нәрселерді сәйкестендіру керек деп қайттық. 7-8-9 сыныптарды біріктірдік. Мысалы, 11-ші
сынып мұғалімдер айтады, біздегі оқушылар осындай білімдер жағынан олқылықтар бар дейді. Содан кейін 7-ші сынып мұғалімдермен сөйлеседі ол жөнінде. Содан кейін 7-ші сынып бұл жерде бір-біріне көмек жасай отырып жұмыс істейді. Бұл тігінен сәйкестендіру, тігінен басқару. Ал енді көлденеңінен қарайық. Арсен деген мұғалім болсын, 2 сыныпта жұмыс істейді, және Ермек деген бір мұғалім басқа сыныптарда жұмыс істейді. Бұл адамдар міндетті түрде бір-бірімен байланыс құру керек жоспарлау кезінде. Директорларға әрине бұл көп көмектеседі. Арсен мен Ермек жоспарды бөлек жасаса, 40 сағатты өзі жүктемеміз бар, құрсын, әркім өзі жеке жоспарлайды, яғни деңгейлері әртүрлі. Бір мұғалім жақсы, бір мұғалім жаман сияқты. Сіздің ата-аналар келеді, сізге айтады, мен анаған бармаймын, мына мұғалімге барғым келеді, мен балам соған барсын деп айтуы мүмкін. Бірақ Ермектің білімі Арсенге қарағанда өте жоғары болуы мүмкін. Бірақ бұл жерде директорлар не істей алады? Егер Арсен мен Ермек жоспарды бірлесе отырып жасаса, оларды сіз бағалай аласыз. Яғни мектепте, яғни сыныпта олар сол алдына қойған мақсатты қалай жүзеге асырғанын көре аласыздар. Ал егер Арсенге кіресіз, мысалы, олар екі түрлі нәрсе жасса, Арсенге кіресіз, ол бір нәрсені өтіп жатыр, Ермекке кіресіз, ол басқаша өтіп жатыр. Яғни оларды бағалау да өте қиын. Әрине, оқушылар үшін де өте қызықты болады. Мария Ивановна керемет мұғалім, ал Арсен онша емес деген сияқты, ондай салыстырма да болмайды. Арсен, сен біздің яғни бұл жерде енді айына кем дегенде 1 рет болсын, оны жасау керек. Яғни мен аптасына 1 рет міндетті түрде сәрсенбі күні оны жасайтынмын. Әрине ол барлығынан енді уақыт бола бермейді, бірақ дегенмен сіздер бұл жерде сенбіде жасауыңызға болады. Яғни сәрсенбі күні сабақтан кейін мен қосымша сабақ қоятынмын. Барлық пән мұғалімдері бірлескен жоспарлауға келетін. Біз, мысалы, 7-ші сынып мұғалімдері келеді. Арсен кезекші, ол сабаққа жоспар жасайды. Келесі апта сабақ жоспарларын әкеледі 7-ші сынып бойынша. Яғни сабақ жоспарларын, тапсырмаларды әкеледі. 15 минут, 10 минут сол жоспарларын түсіндіреді. Мысалы, мақсаттарым осындай тапсырмалар арқылы оған жетуге тырысам, содан кейін 15 минут фидбэк болады, яғни кері байланыс. Содан кейін оны жөндеді, жақсартты, қосты, алатын алды, содан кейін барлық әріптестер қол жеткізе алатын хранилищеге оны салып қойды. Яғни мен директор ретінде осы сабақ жоспарын аламды, содан кейін 7-ші сынып мұғалімдерінің барлығын тексере алам, сол бір сабақ жоспарымен. Мен түсініп тұрмын. Сіздер үшін кейбір жағынан бұл утопия, мүлдем мүмкін емес нәрсе сияқты болып көрінуі мүмкін, бірақ дегенмен жасап көрсеңіздер болады. Сіздер сенбі күні не жасай аласыздар? Бұл енді тиімді жолы деп айтуға болады. Әрине, кейбіреулеріңіз мынаны жасауыңыз да мүмкін, оны жасасаңыздар тіпті жақсы. Мен мынаны тастап кеттім. Рубикон атласы, бұл бағдарламаны біз халықаралық мектепте қолданамыз. Мына жерде көрсеңіздер, аймақтар жоспарлауда қарауға болады. Мысалы, бұл жоспарлау синергиясы үшін жасалған қосымша. Төменгі жағында көріп тұрсыздар. Ол әдебиеттер. Әдебиет, яғни, және ол уақыт жағынан әрбір бөлім қанша уақыт қамтитынын көрсетілген.
мен сүзгіні басқаша қоюыма болады. Мен 7-ші сынып қана емес, басқа сыныптарды да көре аламын. Яғни дәл қазір 7-ші сыныпта не өтіп жатыр, немесе дәл қазір басқа сыныптарда, жоғары сыныптарда не өтіп жатыр, соны көре аламын. Мысалы, математика, тарих, әдебиет, басқа пәндерде не өтіп жатқанын да көре аламын, мысалы. Бұл өте ыңғайлы, әсіресе пәнаралық байланыс үшін. Мысалы, сүзгіні қойып қояды, әдебиет мұғалімі былай деп айтуға болады. Мысалы, тарихта олар Мысырды өтіп жатыр, мен осыған байланысты әдебиетті де қолдана аламын деген сияқты. Яғни не қолдана аласыздар өз жұмысыңызда? Егер сіздің тәжірибеңіз мүмкін болса, оны Google Drive пен немесе OneDrive немесе Google Box'ты қолдана аласыздар, бірақ та онда сүзгі жоқ болады. Әрбір бөлімге жеке-жеке кіру керек боласыздар. Мына жерде фильтр алқыры бәрін, яғни бұл тамыздың басында біз осыны мөрін басып қойдық, сол бойынша қалатындай емес, үнемі қарап отыра алатындай инструмент. Өте ыңғайлы. 15 минут уақытымыз қалды. Бұл жерде оқытудың 3-5 стратегиясыны анықтап қолдану. Әрбір мұғалім осы іріктелген стратегияларды қолдану үшін дағдылар бар екеніне көз жеткізу, оны қолдану мониторингін жасау, оқыту стратегияларын бағалау. Бұл не деген сөз? Яғни 3 айлық курстан өттік. Әр біреуіміз бір стратегияны қолданады, мысалы бір тиімді стратегиялар бар. Бірақ негізі. Бірақ кейбір кезде бізден соны талап етіп жатыр, біз қолданамыз деп айту. Бірақ сіздің сыныпта, дәл сіздің сыныпта тиімді жұмыс істейтін стратегиялар бірнеше болуы мүмкін. Аз ғана болуы мүмкін. Яғни сіздің сыныпта бала саны көп болуы мүмкін, тағы басқа. Сол нақты сіздің сынып қажеттіліктеріңізге сәйкестендірілу керек. Сіз 1000 стратегияны қолданудың қажеті жоқ. Сіз бірнеше шынында да сіз үшін өте тиімді, оқушы үшін тиімді стратегияларды қолдану керексіздер. Яғни бұл стратегияларды қандай кезеңдерде қолдануға болады, оларды қалай бағалауға болады, қалай қолдануға болады. Соны көрсетіп, соны үйретсеңіздер, халықаралық аккредитация болған кезде маған мынадай осындай сөгіс айтты. Сіздің оқушыларыңыз әртүрлі концерттерге барған сияқты барады, әртүрлі сабақтарға барған кезде дейді. Бір мұғалімде, мысалы, барлығы баяу, барлығы ақырын, барлығы, ал екінші мұғалімде мүлдем басқаша, өте көңілді, барлығы жүгіріп жүреді. Яғни, бұл жерде тиімді ритуалдарды, тиімді рәсімдерді таңдап алу керек, және оқушы қандай сабаққа барса да, сол рәсімдерді орындау керек. Яғни, бұл уақытты үнемдейді. Сабақтың басында үй жұмысы мынадай қорапта жату керек. Үй жұмысы деп жазылған, оның сыртында, оның барлық оқушылар білсе, сіздің уақытыңыз үнемделеді. Ол 3 сабақты үнемдейді. Ол тағы, мысалы, үзіліске өту, сабақты аяқтау, мысалы, бақылау жұмысын өткізу деген сияқты рәсімдерді бір нақтылап біріздендіріп алсаңыздар, барлық сабақтарда ол бірдей болса, барлық мұғалімдерде бірдей талап қойса, ол көп уақытты үнемдейді. Келесі кезең оқушылар өзгереді, компьютерлер жаңа пайда болады. Яғни қайта қарап отыру керек стратегияларды, және оғаларға мейлінше өзгерту керек. Әрбір мұғалім стратегияларды өзінің оқушыларының талаптарына сәйкестендіре алатынына көз жету. Яғни директор айтты, бітті, мен бұны қолданам емес, өз оқушыларына, өз сыныптарына сәйкестендіре білу және бейімдей білу керек. Мұғалімдер мониторинг жасау және стратегияларға қажетті өзгерістерді енгізу. Суммативті бағалау, нәтижелер шыққан кезде, формативті бағалау,
нәтижелер шыққан кезде, мысалы сізден байқайсыздар, мында мынандай нәрсе үйретілмепті, яғни оқушылар үйренбепті мынаны. Неге? Қай стратегияны қолдандыңыз? Тиімсіз болды ма? Кейбір кезде бір мұғалімде ол өте жақсы болды, ал мына мұғалімде жақсы болған жоқ. Неге олай? Ана мұғалім қандай стратегияны қолданды? Тиімді стратегиялардың мысалдарын анықтау және мұғалімдерге кері байланыс беру тұрақты түрде. Яғни сабақты бақылаған кезде біз нақты айта алуымыз керек. Мына тапсырманы жасаған кезде мынау жақсы болады деген сияқты. Үшінші кезең ол тұрақты мониторинг жасау және стратегиялар, рәсімдер мен ритуалдарды күшейту. Біз енді бұл жерде қажетті адамдарға қажетті курстар бердік, тағы басқа. Яғни жүйеленді барлық жұмыс, сіз тек қана мониторинг жасайсыздар. Ары қарай жүйелі түрде және тұрақты түрде оқыту стратегияларының тиімділігін тексеріп отыру. Ал енді сіздер үшін не маңызды болады? Енді мүмкін қателіктен бастаймыз. Мұғалімдерге кейбір нәрселер, кейбір сабақ түрлері ыңғайлы болуы мүмкін. Мысалы, дәріс, немесе оқушылардың өзінің конспектлерін жазуы деген сияқты өз бетімен. Яғни бұл жерде енді тек қана сол өзіне ыңғайлы, өзіне оңай ғана түрлерді оқыту әдістерін пайдалана бермеу керек. Мұғалімдер, әрине. Бұл енді оқушылар үшін қаншалықты ыңғайлы, қаншалықты тиімді. Қандай мұғалім осындай, қандай кітаптар маған көмектесті? Бірінші сол стратегиялық оқытушы, яғни стратегияны қолданатын мұғалім деп аталады. Онда 20 өте бейімделгіш стратегиялар берілген. Маған өте көмектесті. Бұл екіншісі кітап, ол жаңағы топпен жұмыс істеуге арналған. Мұғалімдер, яғни топтарға қалай бөлетін, ол қай уақытта, мысалы, жұптарға бөлу керек, қай уақытта үшке бөледі, топтарға қай уақытта болады, не үшін бөледі. Өздері кейбір кезде мұғалімдер түсінбейді. Яғни жұптық жұмыс болу керек, топтық жұмыс болу керек дейді де бөле салады. Яғни бұл жерде ол саналы түрде жасалу керек. Яғни топтарға бөлу деген белгілі бір стратегия ғой оның өзі. Яғни белгілі бір көп жағдайда ол жай ғана деңгейде көбінесе бұл топтарға бөлген кезде түстерге байланысты немесе тағы басқа бірдеңелер ештеңе ескерілмейді көп жағдайда. Мысалы, жұпқа бөлген кезде кеше ғана төбелес қалған екі ұлды бірге отырғыз қою мүмкін, немесе бір-бірімен дос екі қызды отырғыз қою мүмкін. Яғни стратегияларды қолданған кезде саналы түрде сол мақсатқа жеткізетіндей қолдану керек, оны бөлу керек. Мына жердегі бірінші кіріспе парақ осындай. Яғни бұл жерде жаңа білім, бұл кіріспе, бұл рефлексия, бұл бағалау деп бөлінген. Яғни мынау нақты стратегия, бұл жаңа білім беретін стратегия. Яғни жаңа тақырыпты кірістіретін стратегия. Содан кейін мына диаграммада ол мынаны көрсетеді, ол мастери. Яғни бұл жерде шеберлікке ие болу, шеберлікті меңгеру. Яғни бұл жерде қандай дағдылар болады, бұл жерде қандай білім түрлері болады, теориялық па, әлде дағдыларға үйрететін ба. Яғни бұл жерде стрелка арқылы бұл стратегия көбінесе теориялық білімге арналған. Мұғалім ретінде мен мынаны айта аламын. Мына стратегия маған келеді деп ойланам. Содан кейін бұл стратегия қалай қолданады, тағы басқа. Яғни бірінші кіріспе беті бұл стратегия қандай екен бірден көрсетеді. Осы кітапты табыңыздар, өте керемет кітап. Егер сіздер бұл кітапты қолдансаңыз, сіздің мұғалімдеріңіз қолданса өте тиімді болады. Ары қарай өтейік. Біз жоспарлау туралы айттық, яғни директор тігінен және көлденеңінен синхронизация жасайды, яғни сәйкестендіреді. Яғни бірінші кезекте жоспар оқушы қажеттіліктеріне сәйкестендірілу. Екінші кезекте
стандарттарға сәйкестендірілу керек. Яғни сіздер жүйені жасау керексіздер, барлығы жүйелі түрде жасалу керек. Содан кейін деректермен, мәліметтермен жұмыс жасауға өтеміз. Не себепті бұл маңызды? Кейбір кезде бізде 4 сағат бойы педагогикалық кеңес болады. Сіздерде енді біздегіден жақсырақ болған жоқ. 7-ші Б математика, сіздің мысалы сыныбыңыздың нәтижесі төмен, Байтуков тұрыңыз, неге екенін айтыңыз деген сияқты. Бұл жерде енді олай істелінбеу керек. Яғни біз параллельді қараймыз толығымен. Қандай сыныпта, қандай тапсырмалар орындалған жоқ, содан кейін ары қарай тереңдете қараймыз. Яғни педагогикалық кеңеске дейін осының барлығын қарап, педагогикалық кеңесте сол проблеманың шешімімен келсек. Мысалы, 7-ші сыныпта балалар кинематиканы түсінген жоқ. Бүкіл параллель бойынша балалар түсінбей кетті ме, әлде тек қана бір сыныптағын? Байтуков Арсенде ғана түсінген жоқ па оқушылар? Байтуков Арсен, сіз кафедра меңгерушісімен шығыңыздар, сіздің жоспарыңызды көрейік деген сияқты нәрселер болады. Яғни бұл жоспарда не дұрыс емес болды, неге балалар үйренбей қалды деген сияқты. Содан кейін ол мұғалімге тәлімгер қосылу керек, тағы басқа деген сияқты. Ары қарай сипаттама, ол бірінші кезең, ол бағалау, деректермен жұмыс істеу. Біріншісі ол сол дерек көздерді, ең маңызды дерек көздерді анықтау керек. Дерек көздерін анықтау керек. Ол тек қана суммативті, формативті бағалау нәтижелер ғана емес, ол медициналық справка болуы мүмкін. Мұғалімдер оқушылардың прогрессін бағалаған кезде әртүрлі дерек көздерді қолданатынына көз жеткізу керек. Өйткені суммативті, формативті бағалау ғана барлығын айтпайды сіздерге оқушылар жөнінде. Жалпы мектептік ішкі суммативтік бағалау циклдерін қолдану және нәтижелерін өте жылдам өңдеу. Яғни суммативтік бағалау стандарттарға және бағдарламаға сәйкес екендігіне көз жеткізу, жоғары мектепте осы сабаққа қатысу және бағалау мониторинг жүйесін жасау. Яғни бұл жерде суммативті, формативті бағалау мәселелері, олар өте жылдам жүру керек барлығы. Формативтік бағалауды жүргіздіңіз, ол бағалау нәтижесін мұғалім ғана көрсе, бұл дұрыс емес. Сіз директор ретінде сол формативтік бағалау деректерін, сол нәтижелерін бірден көре алатындай болу керек сіздер. Яғни бұл жылдың аяғында немесе 90-ның аяғында оны қарау, ол кеш деп айтуға болады. Бұл тек қана АКТ арқылы жүргізуге болады, тек қана цифрландыру сізге көмектеседі. Неге олай? Неге мен біздің жалпы халықтық мониторинг жүйесіне қарсымын, оның атын атамай қояйын, өйткені сол саяси мәселе болмасын. Мен барлығымыз түсініп отырмыз ғой, оған ондай мүмкіндіктер бермейді. Ол басқа нәрсені бізге жүктейді. Ал бұл жүйе қолдануға ыңғайлы болу керек. Менің жұмысымды азайту керек. Яғни көп уақытты алмау керек керісінше. Біз дерек көздерді анықтаймыз, бірден өңдейміз, барлығы жылдам болатындай болу керек. Мына стратегия жұмыс істемейді. Біз бірден сол стратегияны қолданған мұғаліммен сөйлесеміз, кері байланыс беріледі, оған тәлімгер қосылады, тағы басқа деген сияқты. Яғни проблема бірден көрінеді және шешім қабылданады. Екінші кезең мұғалімдерге курстарды ұйымдастыру. Кейбір кезде біздің мұғалімдер осындай мүмкіндіктерге ие емес. Менің көргенімше, ол мұғалімдер осындай дағдаға ие емес. Яғни олар рубрикалар жасай алмайды. Неге олай? Яғни мұғалім рубриканы қалай жасайтынын түсінсе, ол сабақ талаптарын жасай алады. Егер сабақ талаптарын жасай білсе, онда сабақ талаптарын анықтай білсе, соған байланысты мақсатын да қоя біледі, және сол мақсатқа байланысты тапсырмалар да жасай білетін болады. Егер рубрика дұрыс жасалмаса, ол тапсырмалар өзінен ыңғайлы бір тапсырмаларды, яғни ешқандай бір себепсіз, санасыз түрде ала салады.
яғни мұғалімде осы қызмет бағасының бағалау критерияларын жасай алу, яғни стратегияларды іріктей білу, рубрикаларды жасай білу өте маңызды. Яғни мұғалімге сондай талап қойылу керек. Аттестациялаған кезде мұғалімдерді дәл осы дағдыларды тексеру керек. Яғни 1000 дипломға келгенше дәл осы дағдыларды бар екенін көрсете білсе, әрине ол әлдеқайда тиімдірек болады. Әрине бұл жерде НКТ және дипломдар маңыздырақ, ал бұл мұғалімдер енді сіз оны тиімді және маңызды екенін көрсетпесеңіздер, әрине бұл дұрыс болмайды. Бірден айттым, бұл өте үлкен қомақты сегмент. Алмас Хасен, кешіріп сұраймын. Әрбір осы оқытуға және үйренуге қолдау көрсету шешімдері оқушылардың прогресс жалпы несіне байланысты, осы дәлелдеріне байланысты болу керек. Яғни барлығы оқушылардың нәтижелеріне байланысты жасалу керек. Яғни мына жерде мына оқушы мысалы сұйықтық динамикасын түсінбеді, тағы басқа деген сияқты. Оны жақсы түсіндіретін кім, соны тәлімгер ретінде көрейік. Яғни мұғалімдер оқушылардың нәтижелерін түсіне білу керек, және білу керек, жалпы хабардар болу керек. Яғни мен сабаққа кірдім, содан кейін мұғаліммен сөйлесем сабақтан кейін. Сіз оқушыларыңыз, әр оқушыңыз матрица бойынша қандай деңгейде екенін айтып беріңізші деген сияқты. Егер сіз оны сұрамасаңыз, әрине мұғалімдер де оны қолданбайды. Тағы да оқушылардың жеке деңгейіне байланысты оларға қолдау көрсету үшін бағалау түрлері мен тапсырмаларын дұрыс іріктей білу керексіздер. Яғни оқушы деңгейінен төмен тапсырмаларды берсеңіз, оларға қалай жылжымайды, одан тым жоғары болса тағы да оны жасай алмайды. Қажеттіліктерге сәйкес жасалу керек. Тоталитаризм, яғни бір әміршіл жүйе болса мектепте, кейбір кезде мұғалімдер оқушылардың нәтижесін жақсартып көрсетеді. Яғни біз өзіміздің нәтижелерімізді жақсартып көрсетеміз, бізге біздің нәтижелерімізді біреу жақсартып көрсетеді. Яғни ешқандай нәтиже шықпайды. Яғни бағалау инструменті 1-7. Бұл жерде енді құрметті әріптестер, барлық кітаптар ағылшын тілінде, мен кешірім сұраймын. Бұл жерде енді 70-ші жылғы кітаптарды табуларыңызға болады, бірақ та енді біріншісі рубрикаларды қалай жасау керек, сол кітап, екіншісі ол формативті бағалау және әрекет жоспары, үшінші кітап өте маңызды, жоғары деңгей дағдыларын қалай бағалауға болады. Яғни тест бердің, тапсырма бердің, содан кейін міне бағасын қойдың. Ал талдау, синтез, өнімді жасау сияқты күрделі, жоғары деңгейлі дағдылар жасалған кезде, солар бойынша тапсырмалар жасалған кезде оны қалай бағалауға болады. Кейбір кезде біз оған тіпті жетпейміз де, жеткеннің өзінде оны қалай бағалауын білмейміз. Яғни осы кітап арқылы оған қол жеткізуге болады. Ағылшын тілі мұғалімдерін қолданыңыздар, оларды кезекшілікке қоймаңыздар, оларға бір қосымша жүктеме бермеңіздер, осы кітаптармен жұмыс еткіздіңіздер, оларға да жақсы, сіздерге де жақсы болады негізінде. Өте жақсы кітап, оның тіпті бірінші кіріспе кітабы жоқ. Формирующее оценивание в классе деп аталады. Осы орысша кітап, тіпті ағылшыншаға қол жеткізе алмасаңыздар, мына орысша кітапты қарауға болады. Бірақ та енді өте құрғақ тілмен жазылған. Талдау келесі. Бірінші
кезең мұғалімдермен тұрақты түрде жиналыстар жасау, ұйымдастыру, оқушылардың жұмыстарын қайта қарау үшін, және жалпы бұл жерде ол не үшін қажет? Педагогикалық кеңесті не үшін қолданамыз? Біз кафедрада оған дейін, педкеңеске дейін барлығын тексеріп, барлығын талқылап, содан шешімін қабылдап, содан кейін соны айтуымыз керек. Талқылау кезінде осы бағалау нәтижелерінің мәселелері сұрақтарымен оқыту практикасын жақсарту сұрақтардың арасындағы байланысты үнемі үздіксіз түрде талқылау. Бұл жерде енді біз жаңа жылға қалай дайындаламыз деген сияқты мәселелерді соны талқылап көп уақыт аламыз ғой, ал ол еш керек жоқ, жай ғана уақытты өткізу. Керісінше осы оқуға байланысты талқылауға көбірек уақыт бөлу керек. Келесі, ол мұғалімдердің деректерді талдау мүмкіндіктерін қалыптастыру және оған қолдау көрсету, прогресс дәлелдерін қолдану, яғни оқушылардың прогресс дәлелдерін қолдану, ілгері жылжыған дәлелдерін қолдану, және осы мақсаттарға сәйкес мұғалімдерге кері байланыс берген кезде оны дұрыс қолдану керек. Мен бірінші жылы осыны жасаған кезде тіпті завучымда оны жасай алмай қалды. Бірінші тоқсан өтті, екінші тоқсан өтті, үшінші тоқсанда мұғалімдер бұны дұрыс қолдана білді. Екінші жылы біз бұл туралы тіпті ойланған да жоқпыз. Екіншісі, келесі оқушылардың ілгері жылжу дағдылар, осы ілгері жылжу дәлелдерін қолдану керек. Мұғалімдерге кері байланыс берген кезде біліктілігін арттыру бойынша әрекет жоспарын жасау мұғалімдерге арналған. Ол кері байланысты қамтамасыз ету, коррекциялық білім беру туралы кейінірек айтамын. Бұл жерде не айтып жатырмыз? Яғни талдаймыз, олқылықтарды анықтаймыз, қай жерде білім берудің мазмұндағы қай тетіктері дұрыс жасамай жатыр, қай жерлері дұрыс берілмей жатыр, соны анықтап алуымыз керек, соған байланысты нақты шешім қабылдауымыз керек. Немесе тек қана жоғарыдан бізге мынандай берді, біз соны жасадық деп қана қол қусырып отырмаймыз. Яғни бұл жерде, яғни біліктілікті арттыру бюджетін дұрыс қолдануымыз керек. Үшінші кезең оқушыларды бағалаудың кешенді үдерісін кіргізу. Мұғалімдерден әртүрлі дерек көздерді пайдалану есебін талап ету. Осы сабақтарды жоспарлауған кезде және сабаққа қатысқан кезде, оны талқылауған кезде. Яғни, Арсеннің проблемаларын қайдан анықтадыңыз дегеніңіз, міне мынау формативті бағалау нәтижелері, міне мынаның дәлелдері, осыған байланысты мынадай әрекеттер жасалды деген сияқты нақты айтылу керек. Бізге не көмектеседі? Коррекциялық жұмыс бұл жерде біздің тарихымызда сондай кейс болған. Емтиханды қайта тапсыруға мүмкіндік берді. Оқушылар, яғни бірінші пробник тапсырған, содан кейін барып дұрыс емтихан тапсырған кезде біз сізге грейдингті қолдан. Арсен, сен мен кері байланысыңды тыңдамаймыз. Мен саған грейдингті қоямын, бірақ міндетті түрде сол дағдыға ие болғанын қамтамасыз етемін. Тағы ағылшын тіліндегі кітаптар маған көмектескен. Бұл дифференциацияланған, яғни деректер бойынша қалай шешім қабылдау керек. Бірінші кітап, екіншісі деректерді әрекетке ұластыру, Гарвард курсы Data Wise деп аталады. Бұл керемет
нәрсе директорлар үшін өте маңыз. Data Wise курсы бойынша сіз кітапты оқи аласыздар, немесе курсқа жазуыңызға болады, бірақ курс ағылшын тілінде ғана бар. Сіздер статистиканы көрген кезде педагогикалық кеңесте міне көрдіңіз, сапа төмендеді. Бұл жерде енді мұғалімдерді жазалаудың нәтижесі жоқ. Сіз төмен түсесіз, түпкілікті үңілесіз процеске, қай жерде не қателік жасалды. Яғни басқа адамдардың көзінше мұғалімдерді жазалау деген сияқты бұл жерде бұл әдістер ешқандай нәтижесі жоқ. Бұл жерде оқушыға да ешқандай пайдасы жоқ оның. Біз барлығын оқушы үшін жасап жатырмыз ғой. Келесі. Менің ойымша, болашақта біз айтқан барлық стратегиялар бойынша біз порталдардың бірінде білім беру фанаттары, немесе осы білім керуеніне байланысты болуы мүмкін. Әрбір стратегия жөнінде егжей-тегжейлі айтуға тырысамын. Қазір біз жалпылама фреймворкты жасап жатырмыз. Кері байланыс және оқушы прогресі. Кері байланыс, қате айтқандай, ол мектептегі ең нәтижелі, ең тиімді әдіс, ол кері байланыс беру оқушыға. Ол кері байланыс дегеніміз жүрекше екі жұлдыз бір тілек деген сияқты ғана нәрсе емес, нақты осы сабақ мақсаттарына сәйкестендірілген. Мысал, сіз спортзалға келдіңіз, сіз салмақ түсіргіңіз келеді, иә? Сізді бағалады, сіздің тренеріңіз былай дейді. 2 сағаттан кейін менің келесі әрекетім қандай болмақ дейді. Ал сіздің мұғаліміңіз айтады, 3 дейді. Орташа бағам. Ал ары қарай не істеуім керек? Яғни кері байланыс олай жасай алмайды. Кері байланыс бойынша сіз қазір қандай деңгейдесіз, келесі деңгейге өту үшін қандай нақты әрекет жасау керексіз. Соны айтатында жақсы тиімді кері байланыс. Яғни сіздің ұлыңыз жақсы, енді тырысып жатыр, бірақ осындай қателіктері бар, соңғы тапсырманы жасай алмады деген сияқты кері байланыс берсеңіз, құдай біледі. Ол мүмкін үйге келіп, ол әкесі ұрысып, оны ұрып соққаннан мүмкін бір кішкене алға қарай қадам жасалуы мүмкін. Содан кейін тағы да Байтуков, ой, сапаң төмен, содан кейін ары қарай тағы ұрысты, ары қарай уақыт өтті, оқушыға ешқандай нәтиже болған жоқ. Келесі, оқушылар прогрессін бағалау процесіне арналған критерияларды жасау, стандарттарға сәйкес. Бұл рубрикалар оқушыларға олардың жұмыстары бойынша кері байланыс, уақытылы кері байланыс практикасын енгізу. Яғни 2 айдан кейін кері байланыстың ешқандай қажеттілігі де жоқ, тиімділігі де жоқ. Яғни ол өте жылдам болу керек. Сіз баға бергенге уақыт өтпеу керек, уақыт кетпеу керек. Яғни 21-ші ғасыр ғой қазір. Мұғалімдердің әрине уақыты болмайды. Ол 8 сыныбы болса, 500 оқушысы болса, әсіресе гуманитарлық пәндер, мен бір бақылау жұмысын тексергенге көп уақытым кетеді. Суммативтік бағалардың қойылуы стандарттарға нақты сәйкестендірілу керек. Яғни оқушыға, мына оқушы ұнайды, мына оқушы ұнамайды деген сияқты суммативтік баға қойылмайды. Ары қарай. Кері байланыс саясатын жасап енгізу керек. Нақты табыс критерияларына негізделу керек. Табыс талаптарына. Жасалмаған, немесе уақытында жасалмаған тапсырма салдарын мен стандартты меңгермеу бағасынан бөлу. Бұл жерде мысалы, ол Байтуков төмендеп кетті. Процентаждың төмендеп кетуі оның қазіргі деңгейін көрсетпейді. Әрине, дедлайн болу керек. Сен
бұл жерде кері байланыс берген кезде мен оған қарамаймын. Рейтингтің төмендеуі 0 үшін. Яғни, мысал, мен мында тапсырманы жасадым, бітті, мен 0 болып қалдым бір тапсырманы. Яғни, немесе уақыттылы тапсырманы орындалмадым. Яғни, ол 65%-ға төмендеп кетті. 75 болып тұрған белімі. Ол статистикаға сәйкес келмейді. Ол керісінше, ол ауытқу деп айтуға болады. Ол нақты, бұл баланың, оқушының нақты қазіргі кездегі жағдайын көрсетпейді. Білім деңгейін көрсетпейді. Баға қою саясатын жасау керек. Және ол баға қою саясаты стандарттарға жетуге негізделу керек. Бұл жерде сен маған сабақта күлдің, сен маған келдің деген сияқты субъективті мәселелерге байланысты жасалуы мүмкін. Яғни, пән немесе сыныптан тыс оқушының прогрессін нақты сенімді түрде анықтайтын бағалау жүйесін жасау. Бізге бағдарлама бар. Бұл жерден бағдарлама жаман деп айта алмаймын, немесе компанияның директоры жаман деп айта алмаймын. Мұғалімнің фокусы оқушыда болу керек, және сабақта болу керек. Тек қана бір формалар толтыруда болмау керек, оған көп уақыт кетпеу керек. Яғни, бірлесе отырып жұмыс жасау керек, соңын директорлардан кері байланыс. Атлас рубриконда бұл шығады. Осындай халықаралық бағдарламада бұл барлығы жасалады, бізде жасалмайды. Енді менің сыным дұрыс қабылданады деген үміттемін. Ары қарай бізге не көмектеседі? Мүмкін қателік, автоматтандыру және жүйелендіру, ол кері байланысты берудің дұрыс әдісі емес. Автоматтандыру дегеніміз не? Кейбір кейстарды, кейбір мектептерді көрдім. Мысалы, оқушы тапсырманы орындайды, және рубрика бойынша оған 3-ші тапсырма орындамады, оның спецификасы мынадай, ол бірден шығады. Оқушыға бірден шығады, бір тапсырманы орындамаса, сізге, мысалы, осы кітаптағы 7-ші параграфты қайталау керек деген сияқты. Ол мүлдем жұмыс істемейтін әдіс. Психологиялық тестілеуді көрдім. Оны мен, мысалы, оған қайтып келмеймін. Бұндай автоматтандыру жұмыс істемейді. Ол мұғалім оқушыға түсіндіріп айту керек. Мысалы, IELTS нәтижесі осындай. Сен, мысалы, 5 деп алдың, бірақта ол неге 5 алдың, ары қарай 7, 6 алу үшін не істеу керек, соны түсіндіру керек біреу. Яғни, тиімді, бірінші кітапты көріп отырсыздар, тиімді байланысты қалай беру керек оқушыларға, содан кейін үйрену, оқу мақсаттары, ГОСО, стандарттар деген ол мұғалімдер өміріндегі, мұғалімдер әлеміндегі терминдер ғой, ал оқушылар үшін ол түкте білдірмейді. Келесі кітап ол өзара байланыс. Тағы да осы жақсы жаңалық, ұстаз орталығы Нұрлан Иманғалиев, менің досым, ол бұл кітапты орыс және қазақ тілдеріне аударып жатыр. Және бұл кітап осы біздің тілдерімізде қолжетімді болады деген үміттемін. Ары қарай коррекцияға келдік. Уақытымыз аяқталып қалды. Дифференциация туралы айтам. Әрине, дифференциация бізде бар деген кезде деп айтады, бірақта сұрақтар қоя бастасаң жоқ болып шығады. Дифференциация екіге бөлінеді. Ол біреу коррекция, біреу акселерация. Кейбіреулер стандарттан төмен, кейбіреулер стандарттан жоғары болуы мүмкін. Яғни коррекция жүргізілуі мүмкін, немесе акселерация жүргізілуі мүмкін. Яғни кейбір кезде жеделдету керек, кейбір кезде бәсеңдету керек. Математиктер біледі, Гаусстың қисығы деген бар. Орташа статистикалық деңгейде, яғни сіздер барлық екіге оқитындарды
сыныптарға, бір сыныпқа ал 5-ке оқитындарды екінші сыныпқа бөлсеңіздер басқаша болуы мүмкін, бірақ көп жағдайда осы сыныптарда көбінесе жалпы көп ауқымы, сыныптың көп ауқымы орташа болады. Содан кішігірім, ең төмендер болады, кішігірім ең жақсы оқитындар болады. Көбінесе ол топ өте кішкентай болады. Яғни мектепте белгілі бір жүйе болу керек. Коррекция қандай түрде болады, біз түсінуіміз керек. Ол сынып, осы сабақ үстінде болуы мүмкін, сабақтан кейін болуы мүмкін. Америкада мен мынаны көрдім. Математикада 2 сыныпта біз 2-ге бөлінеміз. Бұл жерде ассистент төмен жаңағы артта қалып қалған балаларға көмектеседі, ал мұғалім қалған балалармен жұмысты жасай береді. Яғни сынып түгелімен жұмыс істейді. Біздің кейсте бұл мүмкін емес, түсініп отырмын, өйткені бізде ассистент жоқ, бірақ дегенмен осы туралы айтып жатырмын. Яғни оқу нәтижелері ең төмен оқушыларды анықтаңыздар да, және оларды қолдау жоспарын жасаңыз. Оқу күнінде оқушыларға арналған қосымша уақыт бөліну керек. Яғни осы ағымдағы стандарттарды меңгермесе, яғни белгілі бір әлеуметтік статустағы оқушылар ғана мақсаттарға жете алады және табысты бола алады деген оқушылармен ересектердің олқылықтарын, осы сенімдерін, соқыр сенімдерін жоғалту керек. Артта қалған оқушыларға Холокост лагерін жасамау керексіздер. Дұрыс мәдениет қалыптасу керек. Яғни оқушының өзінің мүмкіндігі бар екенін түсіну керек. Жақсы баға алуға, жаңағы нәтижеге жетуге мүмкіндік бар екенін көзі жету керек. Мектептің ішінде бір мектепішілік, осы оқушылар бір-біріне көмектесетіндей мүмкіндік жасаңыздар. Айша Орынбаева сабақ оқыған кезде ол өз ұйымдастыратын. Яғни жоғары сынып оқушыларын, төменгі сынып оқушыларына көмектесетіндей жұмыс жасайтын. Ал енді жаңағы теріс сенім туралы айтқан кезде, енді біз педагог ретінде айтамыз ғой, барлығына бірдей қараймыз деп айтамыз, бірақ ішінен ойлап тұрамыз ғой, яғни мынау ауқатты семьядан, мынау жақсы семьядан, мынау жақсы бала, мынау жаман бала деген сияқты. Ол сол іштей сенім міндетті түрде сол балаға деген қатынасыңызға әсер етеді. Директор ретінде, мектеп мәдениеттің осы негізгі қайнар көзі ретінде біз міндетті түрде жүрміз. Африкадағы сияқты екі тайпа бір-бірімен қарсы болған, соң бір тайпа билікке келген кезде сол екінші тайпа адамдарына геноцид жасай бастаған, оларды тарақан деп атаған. Яғни былайша айтқанда адамдар бұған қарсы болмаған, өйткені психологиясы сондай, мәдениеті сондай, соған үйренген. Яғни біреу біреуден төмен болуы мүмкін, және одан төмен адамды міндетті түрде әртүрлі сынауға болады. Немесе ұлдар қыздарға қарағанда физикадан жақсы нәтижелер, жақсырақ деген сияқты. Бірақ ол миф, бірақ шындыққа сәйкес емес кейбір, мысалы біздің сенетін нәрселеріміздер. Ары қарай коррекция жүйесін дамытуды жалғастыру, әр оқушыға арналған жеке жоспарларды жасау процесін жүргізу, яғни EduPage жасалуы мүмкін, онлайн жүйеде жасалуы мүмкін. Яғни бұл барлығы кіре алатындай болу керек. Яғни оқушыларға арнайы көмекті қамтамасыз ету, мұғалімдер және осы мұғалім топтары оқушылардың қажеттіліктеріне және олардың мүмкіндіктеріне сәйкес жұмыста осы сабақтарды жасайтынына көз жеткізу. Тағы да біз енді тақырыпқа сәйкес жұмыс істеп жатырмыз. Акселератор балалар үшін STEM
яғни сіздің бағдарламаңыздан жоғарылап кеткен, озып кеткен балаларға STEM-ге кіргізу өте жақсы. Олардың оқу деңгейінен жоғары іс-шаралармен қамтамасыз ету оқушыларды. Тағы да бұл акселераторларға сәйкес нәрсе, яғни жылдам балаларға, озық балаларға. Мектептің айналасындағы қауымдастық сәйкес тиімді ресурстарын анықтау. Мысалы, волонтерлер ретінде студенттер келуі мүмкін, оқушылар, ата-аналар жағынан қолдау болуы мүмкін, жергілікті бизнес өкілдері қолдау көрсетуі мүмкін. Соны ойластыру керек. Әрине, мектеп аясында, мектептен тыс әртүрлі жерлер бар, және көп бизнесмендер бар. Олар белгілі бір мәселелерге байланысты. Сіз, мысалы, жай ғана біз мектепке компьютер сатып алуымыз керек, немесе жай ғана осы оқушылардың жұмысын жақсарту үшін осындай нәрселер керек деп іздесеңіздер, негізі мектептен тыс аяға үңілсеңіздер, демеушілік немесе қолдау қосымша алуға болады. Олимпиада, жоба жасаушылар, көбінесе мектепті бағалаған кезде, аттестациялаған кезде қанша олимпиадада балалар жеңді, қанша жоба жасалды, ғылыми жоба, соны ғана қараймыз. Бірақ жалпы мектепке қарайтын болсақ, олар, ондай оқушылар сол мектептің кішкентай ғана бөлігі. Сондықтан біз элитаны ғана қарамауымыз керек. Мектепті бағалаған кезде жалпы бүкіл оқушылар бойынша, біз олимпиада жеңімпаздары бойынша, солардың саны бойынша ғана бағаламауымыз керек. Гаусс қисығын қарайтын болсақ, статистикалық бөлініс. Не жерде көріп тұрмыз? 13,5 пен, не жерде көріп тұрсыздар? 68 және 95% оқушылардың орташа статистикадағы оқушы дәл осы, олар көпшілік. Яғни ең төмен ол 5% және ең жоғары, тіпті бағдарламадан асып кететін, жоғары шығып кететіндер де олар өте аз. Бірақ мұғалімдер міне жерде 5% сынып, олар жақсы жұмыс істейді, олар мен жұмыс істеймін, тапсырма орындатамын, олар менің жақсы көретін балаларым, қалғандарың үндемей тапсырманы сөйлемей отырып жасай беріңдер дейді. Ол дұрыс емес. Яғни, әрине, қандай қателіктер болуы мүмкін? Басқа сыныптар үшін коррекция жасамаңыздар. Мысалы, дене тәрбиесі, өзін-өзі тану сияқты сабақтарды алып тастап, қазір оларды алып тастап, оның орнына біз ұбт-ға дайындалайық деген сияқты болмау керек. Яғни, бұның барлығы бір жиынтық. Яғни, өнер түсінбейтін адам ол жан-жақты дамыған тұлға бола алмайды. Сондықтан басқа сабақтар үстінде жасалмау керек. Қосымша бірдей тапсырмаларды берудің қажеті жоқ, олар шаршап қалады. Сабақ үстінде басқаларға көмектестіріп қоймау керек жақсы үздік оқушыларды. Әрине, бір рет, екі рет жасауға болады. Арсен, сен физиксің ғой, деңгейіңді, сен тапсырманы орындадың ба, ана басқасына барып көмектес десең, ол шаршап кетеді, одан жалығып кетеді. Тағы да бір өте жақсы жаңалық, 2 кітап бар, ол дифференциацияланған класс, оны ұстаз орталығы аударып жатыр. Ешқашан оқушыдан көбірек жұмыс істемеңіз деген лозунгпен берілген. Яғни ол қазір аударылып жатыр, ұстаз орталығы оны аударып жатыр, осы 2 кітапты. Бұл жерде нормадан ауытқитын оқушыларды қалай ынталандыруға болады? Бұл жерде оқығысы келмейтін оқушыларды қалай ынталандыруға болады, соған байланысты. Кітап. Сонымен 1,5 сағат мен жақсы мұғалім екенмін, жоспарлаған уақытымда аяқтадым. Біз оқыту мен үйрену бойынша сегментті аяқтадық. Үздік көшбасшы немен айналысу керек? Ол
трубаларды, құбырларды жөндеу, әкімдіктегі жиналыстарға қатысумен айналыса бермеу керек. Жақсы директор оқу процесімен айналысу керек. Ол жалпы ғылыми зерттеу, ЕқО, БО зерттеулері осыны дәлелдеген, яғни оқу процесіне көп көңіл бөлетін директордың мектептері табысты өте. Роберт Марцано деген адам бар. Осы кетті мектептерді ақшта зерттеген болатын көптеген жылдар бойы, яғни оның анықтауы бойынша оқу процесіне үңілі кірген директор импакт факторы, яғни оқушыға деген, оқушының білім алуына деген әсері 20%, 20-30%. Ол тіпті тікелей сол оқушымен жұмыс істемесе де, оның әсері үлкен. Қысқаша қорытындылайық, біз бүгін не туралы айттық, жоспарлау туралы айттық. Директор ретінде мен сабақты жоспарламаймын, мен жалпы мектепті жоспарлаймын. Яғни тігінен және көлденеңнен сәйкестендірілу керек жоспарлар, стратегиялар туралы айттық бүгін. Сіздер сабақта сабақ бермейсіздер, бірақ мониторинг жасайсыздар жалпы мектеп деңгейінде. Яғни жалпы мектепте қолданылатын оқыту әдістер қаншалықты тиімді, соны анықтайсыздар. Бағалау деректерін қалай қолданасыздар? Біріншіден, бұл бағалау деректері оқушыларға көмектесу үшін қолдану керек. Яғни ол арқылы біз мұғалімнің практикасын жақсартамыз. Төртіншісі, ол дифференциация. Дифференциацияға инклюзия да кіреді. Бұл жағына әлеуметтік деңгей төмен, немесе жалқау оқушы ғана емес, бұнда нормадан ауытқитын барлық адамдар кіреді. Яғни бұған көмек керек, бұл оқушыға көмек керек, және біз бұл оқушыға сол көмекті ұйымдастырамыз. Құрметті әріптестер, менің жылдам сөйлегенімнен біраз ақпарат алдық деген үміттемін. Бұл құжат, презентация және осы әдіснама ретінде сіздерге беріледі. Бұны жеке кесте ретінде көрсетемін. Ал сіздерге пайдалы болатын кітаптарды көрсеткім келеді. Мен мынаны айтуым керек, мына кітаптарды мен сіздерге, яғни директорларға ұсынамын. Егер сіздер кабинетте отырып шықпасаңыздар, мұғалімдерге көмектеспесеңіздер, мұғалімдер сіздерді құрметтемейді, өйткені сіздер оларға ешқандай көмек көрсетпейсіздер. Ескі кітап «Залог детских успехов» деп аталады, және причины детских неудач, орыс тілінде гибкое сознание, эмоциональный интеллект ребенка, школа будущего, классный учитель, искусство обучать. Және барлығына ұнайтын Дуглемов, ол мастерство учителя және от знания к навыкам деп аталады. Нұрлан Имангалиев, менің телефонымды білесіз, енді бір кішігірім жарнама, қазіргі ұстаз орталығы аударып жатқан өте керемет кітаптар, оның көпшілігін мен оқыдым. Бұны ACD Publishing жасаған, бұл үлкен баспахана, және бұл баспахана нақты осы білім беруге арналған, яғни тек қана осы салада жұмыс істейтін баспахана. Нұрлан, саған рахмет, мұғалім ретінде және директор ретінде осы жұмысты өздеріңізге алғандарыңыз өте керемет. Нұрлан өте керемет кітаптарды іріктеп алған. Осымен аяқтаймыз. Сәкен Нұржауытов, қайырлы кеш. Сұрақ: мектеп даму жоспарын қалай дұрыс құрастыруға болады? Біз 4 курсты жасаған кезде сізде белгілі бір түсінік пайда болады. Әрбір сегмент бойынша өзіңіздің деңгейіңізді анықтайсыз. Ең төмен деңгейде, мысалы 3-ші сегмент бізде мүлдем жұмыс істемейді десе, сіздің негізгі фокусыңыз сол болады. Бірақ бірінші орынға оқу мен оқытуды қою керек. Біздің модельге қарайтын болсаңыздар, негізгі процестер бар және қосалқы процестер болады.
біз бірінші деңгейде неме істейміз? Бірінші кезекте біз жиһаз сатып аламыз, ресурс сатып аламыз, тағы басқа. Мектепте әдемі болсын, сырты әдемі болсын, жөндеу жұмысы деген сияқты. Ары қарай не істеу керек? Сол модель бойынша жұмыс істеу керек. Назиля Тұрмахамбетовна, сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Біздің мектебіміздің тәжірибесінен біз қалай жасадық? Сіз жыладыңыз ғой. Назиля Мадибековна қажет болса, үлкен Excel-дер жасап едік қой, бүкіл мектепті көре алатындай, және оқушыларды, мұғалімдерді көре алатындай. Соны да бөліссеңіз. Нелюфар Қорғанбаева, вебинарға рахмет. Сіздің мектебіңізде оқу процесі өте жақсы екен, көрініп тұр. Қашықтықтан оқыту қалай болды? Менің мектебім енді ғана жұмысын бастап жатыр, өкінішке орай. Бұл алдыңғы менің тәжірибем. Онлайн оқыту вебинарлардың бірінде қамтылған болатын. Флиппинг класстарды қолданыңыздар. Онлайн вебинардың уақытын басқаға қолданбайық. Сенсіз ақ үйренетін нәрсені жасаудың қажеті жоқ, конспект жасаудың қажеті жоқ. 40 минут онлайн коммуникацияда кезінде олар жасай алмайтын, сенсіз жасай алмайтын нәрселерді жасау керек. Курстан өткен мұғалімнің пайдасын көру үшін қандай тетіктерді қолдану керек? Яғни сіз білу керексіз, қандай мұғалімді, қандай курсқа не үшін жібердіңіз, сіз соны түсіну керексіз. Яғни каскадтық модель қолданылмайды. Мысалы, Астанада мынадай курс шықты. Мынадай курс шықты, мысалы, Астанада. Спецификалық физика мәселелері бойынша. Содан кейін келдік, содан кел мектепке соны енгіз дейміз. Бұл курс тақырыбы мұғалімге қажет емес болуы мүмкін. Сіздің мектебіңізге мүлдем қажет емес болуы мүмкін курс. Сіз, мысалы, проблемаларыңыз мүлдем бөлек болу керек. Сіз директор ретінде кімді, қайда, не үшін жіберіп жатқаныңызды түсіну керексіздер. Ол оқушыға керек па? Мұғалімге керек па? Мектепке керек па? Соны түсіну керексіздер. Яғни қаншалықты өнімді екен. Біз не бере алмадық, соны көреміз. Неге мұғалім бұны жасай алмадық, соны көреміз. Сол бойынша фокус жасаймыз. Яғни мұғалім өзінің олқылығын көре алатындай болу керек, және сол олқылығын жөндеу үшін сол нақты курсқа жүгіріп баратын болады. Яғни өзіне қажет ол өткен. Ал біз жалпылама, мынау болып жатыр екен, мынаған жібере салайық деп жіберсек, одан ешқандай нәтиже болмайды. Үшінші сұрақ, сіздің ойыңызша қай стратегия деректерді өңдеуде ең тиімді? Бұны мен бүкіл мектеп айналысады, бірақ кейбір нәрселерді онлайн түрде жасауға болады, егер мектепте мүмкін болса, өйткені машиналар деректерді өңдеуде өте жылдам болады сізге қарағанда. Қазір өте көп бағдарламалар бар. Егер сіз ОБТ-дағыдай кілттер болса, сіздер қандай инструменттерді қолданасыздар, соны қарастыру керексіздер. Неғұрлым жылдам сіз проблемаларды анықтап, сол проблемаға байланысты шешім қабылдасаңыз, соғұрлым жақсы болады. Рабия, керемет кәсіби қолдау көрсетіп отырсыздар. Неге мен бұны фреймворкпен жасап отырмын? Ары қарай мектеп қалай даму керек?
Бұл жерде директор түсіну керек. Сізге берілген нәрсе кейбір кезде жұмыс істемеуі мүмкін. Сіз жазалаудан қорықсаңыз, яғни облану, горонодан қорықсаңыз, сіз одан қорықсаңыз, әрине сіз бір нәрсені өзгерте алмайсыз. Бұлай бізге айтты, біз солай жасаймыз деп жүре бересіз. Басшы ретінде сіз бұл процеске көп нәрсені қаратсаңыз және мұғалімдерге жұмыс жасауға мүмкіндік берсеңіз, және бейімделгіш болсаңыздар. Әрине, басшы ретінде осындай басымдықты өзіңіз қабылдасаңыз және шешім қабылдап, мысалы, облану, гороноға оның барлығын түсіндіруге болады, бірақ та сауатты түрде түсіну керек. Кейбір облану басшыларын білемін, олар мысалы директор келіп, мен сіздердің мына берген нәрселеріңіз бізде жұмыс істемейді, мүлдем тиімсіз, мен былайша істеймін деп айтса, олар тек қана қолдау көрсетеді. Үлкен рахмет вебинарға. Қай білім беру платформасы қашықтықтан білім беруге ыңғайлы? Мен Microsoft Office 365-ті қолданамын, Google Classroom-ды қолдана алмаймын, өйткені біз Microsoft өнімдерін мен қолдану маған ыңғайлырақ, Word, Excel-мен көп қолданамын, сондықтан. Сонымен қатар EduPage бар. EduPage өте жақсы платформа, және қолдануға боласыз. Біз бұл туралы айтамыз. Қазақстандық IT компаниялар, Саясат Нұрбек болашақта осы практикаға бағытталған нәрсені жасай алады деген үміттемін. Біз өз ақшамызды шетелдік компанияларға төлемейтіндей етіп жасайтын шығар. 4 элемент ойыңызда болса үнемі, сіз өз практикаңызды жасай аласыздар. Өзіңізше бір жасап алуыңызға болады, өзіңізге ыңғайлы болу керек. Вебинардың негізгі біздің мақсатымыз жас директорларға көмектесу, мектептегі басқа стейкхолдерларға көмектесу. Ол ата-аналар болуы мүмкін, тағы басқа, яғни ата-аналар да түсіну керек. Мектеп ол тәжірибелі директорларды өзі біздің тәжірибеден бір нәрсені ала алатын шығар. Ағылшын тілді туралы айтатын болсақ, сіздердің мектептеріңізде кем дегенде ағылшын тілінің бір мұғалімі бар ғой, оған бір ай бір демалыс беріңіз, аударсыншы соны. Мүмкіндік беріңіздер, өз потенциалыңызды қолдануға тырысыңыздар. Яғни Альфия мына жерде оқып жатқан адам екенін көріп отырмыз. Біз бірлесе отырып, осы көшбасшылар әлеуетін құрай аламыз. Бірлесе отырып осы реформаны жасаймыз. Министр жалғыз реформаны жасай алмайды. Назарбаев зияткерлік мектептері бұл реформаны жалғыз өздері жасай алмайды. Егер барлығымыз қосылмасақ болмайды.